Ырғызбайдың шипагерлігін төңірекке паш еткен үлкен оқиға Құнанбай өскен байұлының өлім аузынан қалуы. Бұл 1833 жылы болған оқиға. Ырғызбайға жәлегі адам жіберіп, осы мен балам осындай дерттен ауыр науқасқа ұшырады. Осыны емдесеңіз деп соны тосып отырмын. Соны піскен уақытта мен оны жинап, одан кейін мен оны 40 күннен кейін барам деп емдеп, жолға қоям деп сөйтіп шығарып салады. Бұл кісінің енді бір кереметтей нәрсесі, өте әділ адам болған. Дәрігерлер жаңағы медициналық оқу орнын оқығанда қандай сап деңгейдегі оқу орындары болса да, сонда дәрігер болып шығатындар ант береді. Оны жаңа біз білеміз, ғылымда Гиппократтың анты дейді. Яғни ауырған адамға жаңағы адамгершілік тұрғысынан көмек көрсету, қол ұшын қашанда беру. Айтылған күні Шыңғыстауға Құнекең ауылына жеткен Ырғызбай емші қоңыр аюдың өтімен бауырын мейіздей етіп кептіреді. 41 түрлі өсімдіктен дәрі жасап, жылқының іш майымен араластырып қайнатады. 7 түрлі дәмнен тосап дайындап, оған аю өтінің тары дайын 2 сүйкеп, жиі-жиі ішкізіп, Құнанбайды 40 күн емдепті. Міне, Аға Сұлтан Құнанбай осы емнен кейін шешектен құлан таза айыққан деген дерек бар. Ырғызбай Досқан ауылының ұрпақтары туралы айтқанда, алдымен ауызға ілігетіні Кенжалы Ырғызбай ұлы. Ол тарихта қара қылды қақ жарған әділ би, сөзге ұста шешендігімен аты қалған. Өз заманында азуын айға білеген Аға Сұлтан Құнанбайдың өзімен сөз жарыстырып, шешендігімен сынасқан көрінеді. Қатар отырған Найман мен Тобықты арасындағы баяғы заманнан таныс жер дауы, жесір дауларында талай рет азуын көрсеткенге ұқсайды.